Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда қазақтың ұлттық тағамдарының бірі нарын тағам дайындауды ұсынамын. Алдымен бізге осындай піскен қамыр, яғни еттен қалған қамыр қажет, немесе өзіңіз сорпаға пісірген қамыр қажет. Және сүрленген ет, жылқының немесе сиырдың еті де болады, және қазысы барлық сүрленген болған дұрыс. Қамырымызды алып, жіңішке етіп осылай турап аламыз. Шаштай етіп деп айтамыз ғой, мұны шаштай етіп турап шығамыз барлық қамырды. Достар, міне бізде осындай қамырымызды шиди етіп турап алып жатырмыз. Барлығы бірдей болған дұрыс. Енді қазір етімізді кішкентай кубиктап тураймыз. Яғни үлкен болмауға болмайды. Егер де видеомды көріп отырсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінеки етімізді турап болдық. Енді қамырға салып, жақсылап араластырып аламыз. Араласқаннан кейін еттен қалған сорпа немесе қамыр салынбаған сорпа болса тіптен жақсы. Қамыр салынбаған сорпа мінеки менде. Осы сорпаға ыдыс қатты ысытып алып, бірінші қамырымызды үстінен сорпамызды құйып ұсынамыз. Өте тойымды болып шығады. Бұл тамақ және де бұл тағамның құрамында көптеген витаминдер, дәрумендер өте көп, қыздар, өте пайдалы. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді тағамдардың бірі. Үйдегілердің бәрі сүйіп жейтін болады. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Менің каналымда көптеген видео рецептер бар.